Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Мұрагер мектебінің 5-ші Н сынып оқушысы Ирали Баназым. Бүгін сіздерге болашақ экспонат айдарында тігін машинасының шығу тарихы туралы мәлімет айтқым келіп отыр. Тігін машинасының шығу тарихы үлкен қызығушылықты білдіреді. 15-ші ғасырдың соңында ең бірінші болып Леонардо да Винчи тігін машинасын ойлап табады. Бірақ ол жүзеге аспай қалады. Содан соң 100 жыл өткеннен кейін, яғни 16-ші ғасырдың соңында Уильям Ли әйелінің бізбен тоқып отырған қолының қимылын ықыласпен байқай отырып тоқыма тігін машинасын ойлап табады. 1755 жылы неміс Карл Везендель қол тігісінің көшірмесін жасайтын тігін машинасын ойлап табады. 1790 жылы ағылшындық Томас Стен етікшілерге арналған етік тігетін тігін машинасын ойлап табады. 1808 жылы ағылшындық Томас Стен пен Пири тігіншілерге арналған жеңіл сөгілетін бір ілмектік түзу тігісті тігін машинасын ойлап табады. 1829 жылы француз Тимоне жеңіл сөгілетін тігін машинасын ойлап табады. 1834 жылы американдық Уолтер Хан тігіншілерге арналған қайықта құрылысы бар тігін машинасын ойлап табады. Ол ең бірінші қайықта құрылысы бар тігін машинасы еді. Және де оның бір кемшілігі оның төменгі жүкті тартып реттегіші болмады. Ал ойлап табушылар оны жетілдіре түсті. 1850 жылы Алена Велсонның және Гиббстің, ал 1851 жылы Исаак Зингердің тігін машиналары қазіргі тігін машиналарына келтірілді. Осы кезеңде Еуропада басқа да өндірістер пайда бола бастады. Олар ақш-тан Азия құрлығына жіберілді. Ал 1877 жылы Жапонияға жіберілді. Ол 1850 жылы Исаак Зингер өзінің фирмасын ашты. Ол фирмаға құралдар болмағандықтан оны шет елдерден алып келді. Қазіргі кездегі тігін машиналар жоғары сапалы құралдармен жабдықталған. Олардың санын, сапасын көбейту, өңдеу, өндіру және де әлеуметтік жағдайын жақсарту көзделіп отыр. Қазіргі кездегі тігін машиналары тоқпен жұмыс жасайды және де әртүрлі тігістер тігеді.